Сәлем қыздар, карамельная девочка тортын дайындаймыз. Алдымен тестісін дайындау үшін содаға яблочный уксусты құйып, гаситетіп аламыз. 20%-дан жоғары жылы жерде тұрған қаймақ, сахарный пудра, жылток салып, миксермен араластырасыз. Жып-жұмсақ сары майды салып, араластырамыз. Гаситетілген соданы салып, араластырамыз. Сұйық массаны дайындап аламыз. Ұнды саламыз, жұмсақ эластичный қамырды илейміз. Артық ұн салмаңыз, қамыр қатты болып қалуы мүмкін. Осындай жұмсақ қамыр шықты. Қамырды 7 бөлікке бөліп, 22 диаметрде пергамент қағазына жайып аламыз. Оқтауға жабыспайды. Пештеріңізді алдын ала қыздырасыз. 160-180 градуста 7-10 минутта піседі. Шанышқымен тесіп алу керек. Карамель дайындаймыз. Қанттың өзін асты жабыспайтын табада отқа қойып, комок қалдырмай езіп аламыз. Салқын сары майды саласыз, қант ерігенде мұқият араластырасыз. Қызып тұрған сливкиді үстіне бөліп құйып, үздіксіз араластырып, біріктіресіз. Осы кезде табаңыз орташа отта тұру керек. Дайын болған карамельді басқа ыдысқа құйып қойыңыз, бетін контакт етіп пищевой пленкамен жауып, оның суығанын күтесіз. Торттың кремін дайындаймыз. 33%-дан жоғары салқын сливкиге қантты салып, қою болғанға дейін миксермен араластырасыз. Творыққа қаймақ, шекер, сгущенное молоко салып, блендермен араластырасыз. Енді творожный массаны сливкиге құйып, силикон лопатканың көмегімен астынан үстіне қарата араластырып аласыз. Крем дайын болды. Суыған карамельді кондитерлік қалтағашаға салып дайындап қоямыз. Енді тортты жинаймыз. Міндетті түрде подложка, ацетатный пленка және кольцо қажет. Подложкаға аздап крем жағып, коржды қоямыз, крем жағамыз, карамельді жағамыз, тестоның шетіндегі артық бөліктерін әрлеуге алып қоясыз. Бұл тортты холодильникке бір түнге қойып қойыңыз. Содан кейін барып сыртын әрлеңіз, себебі крем коржға сіңуі керек. Қалған кремді торттың бетіне шетіне жағып, тегістеп әрледім. Әрлеу жағы өз қалауыңызда, я болмаса клиенттің айтуы бойынша жасалынады.